Кайырлы кеш. Құрметті қазақстандықтар. Сәлем. Ой, сәлем, қалыңыз қалай? Жақсы. Өзің қалай? Жақсы, есі танымай қалдым ғой қараңғыда. Байытын болдым ғой. Ой, жақсы байытын болдыңыз иә. Құрметті қазақстандықтар, қандай күшті жаңалық. Нұржан Қажығалиев ағамыз да келіп тұр екен, мен келсем. Бәріңе сәлем. Алға Қазақстан. Иә. Сандуғаш Қаңтарбаева. Иә, Сандуғаш Қаңтарбаева. Аха, қарсы алуға келді. Мен ойладым, келмейді екен ол. Аязда қалып қоя ма деп. Иә, мен де соны уайымдадым. Жақсы болды. Телефоны болса өшірулі, жаңа жазғанмын. Сонымен телефоным может өшіп қалған шығар. Мына жерден адам ит өлген жер ғой, мына жерден еш нәрсе жоқ. Ана күні кімді Әсет пен Айдарды мені күтіп тұрған ғой бізде. Иә, сізді күтіп ұстап алып келді. Мен жаяу кеттім ғой шын. Жалғыз ешкім жоқ. Жаяу кеттім. Сандуғаш па? Сандуғаш, Сандуғаш, сәлем. Қалай шығуыңыз? Күн аяқ бүгін. Жоқ, жаңа ғана шық. Иә, тікелей эфирге қосыптым сізді. Бүткіл қазақстандықтар күтіп жатыр. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, думанды бастаған далама қарашы. Жер деген кең екен, жергеден шықты ғой, дәнегіп терлеген қазағым мықты ғой. Менің елім, менің жерім. Осы өлеңді де Назарбаев деген қақпас ұрлап алды бізден. Бұл өлең шыққанда біздің елімізге теленне деп жерімізді алу үшін неше түрлі махинация жасап атқанда Қалдаяқов дос екеуі шығарған. Қолымыздан не келеді, бір керемет өлең жазайық ұран деп. Осы менің Қазақстаным деген өлең сол кезде туындаған. Назарбаев өзіне ұрлап жазып алды қақпас. Осы өлеңімізді тартып алды біздің. Иә. Айтып жатырмын ғой, Алматы қаласынан қорқып Астананы мына ит өлген жер ғой, былай қарап тұрсаңыз. Иә, бұл жер бұрын айдауда адамдар өмір сүретін жер болған. Қазақты дамытпай үшін, жерлерін не қылу үшін әдеге өйстіп ауызбіршілік болмасын, жан-жақтан жиналғандардың ортасына әкеп тұр. Біздің қаншама сол теленне кезіндегі бүкіл дүние жүзін асыраған бидайымыз қазір қардың астында жатыр. Атам заманнан қалған комбайндар жинай алмай, жаңбыр жауып кетіп, Жапониядан шыққан жаңағы көліктер комбайндар 5 күнде жинап алатын еді. Соның кесірінен нан, ұн қымбаттап жатыр. Көлебаев деген айуан Назарбаевтың жанұясы президент болып алған халықты алдап. Тоқаев әшейін тұрған кезінде бір кісілер айтқан мебель, Криса Көлебаев қазір басқарып отыр халықты алдап. Халық Назарбаевтың жанұясын жолатпайым деген үшін қорқып, олар 2000 адам боп, журналистерді кіргізбей өздері жиын жасап, сол 2000 жағымпаздарымен Көлебаев президент болып отыр қазір Қазақстанның. Бүкіл байлығын ұрлап, дүние жүзінде санкцияға түскен фирмалардың бәрі келіп, біздің елде налог төлемей, Көлебаевқа ставкасын беріп, сөйтіп елімізді тонап жатыр. Сол жаңағы фирмалар налогы бюджетке түссе, туылған баладан қол жуатын жұмысшыға дейін $5000 жалақы алар еді. Халықты алдап, арбап, неше түрлі анау ешектің басы сияқты, ана бір Карин деген айуан өзінің блогерларына жасырын түрде мен ақша беріп деп айтпа деп, ақша беріп халықтың миын улап, басқа бағыттарға алып кетіп жатыр. Күн суық, аха. Ендігі. Бізді ұрлап, жаңағы ұрлап әкетіп қамап шындық айтқанын үшін. Өздері жаңағы министрлері әйелдерін өлтіріп, жаңағы робудының бастықтар Талдықорғанда қыз зорлап атса да, халық шуласа ғана қамайды, тергейді, ал белсенділер шындық айтса, ұрлап әкетіп қамайды. Заңсыздық Қазақстанда геноцид жүріп жатыр. Жақсы айтасыз. Нұржан аға, сіз қай жаққа қарата барасыз? Ендігі жерде бұларды қайтете бермей, бұларды мынандай жақсы нәрселерді айта бастау керек енді. Біздің мемлекетіміз
ең дүниежүзіндегі ең крутой мықты мемлекет болады мен. иә егер қазақ болмаса біз баяғыда жойылып кететін едік. Сондықтан Біздің мемлекетімізде өндірістер салынады. Ауылдың бәрінде жаңағы нелер тер өндіретін, жүн өндіретін, қанты барлық өндірістің барлығы ауылдарда салынып дамимыз біз. Назарбаев пен Тоқаевтың жанұясын күніге мен 20 күн жаттым. 20 күнде жанұясы түрмеге қамалсын. Алла аумин деп күнде айттым. Күніге тамақ ішемде отырсан да тұрсан да Назарбаев пен Тоқаевтың жанұясы түрмеге қамалсын. Елімді тонаған жағымпаздар түрмеде шірісін деп Құдайдан, Алладан тіледім. айтқаныңыз келсін. Жақсы, құрметті қазақстандықтар, аман есен қарсы алдық. Сандуғаш Қаңтарбаеваны қазір үйге барамыз. Так, қалай барамыз?